8 страница. Тема «Вежливые слова». 8 бет. Әдепті сөздер. Ты научишься использовать вежливые слова при общении, читать короткие диалоги. Бүгін әдепті сөздерді қолдануды, қысқа диалогтарды оқып үйренеміз. Первое упражнение. Бірінші тапсырма. Выразительно прочитай стихотворение. Өлеңді мұқият оқы. О каких добрых словах в нем говорится? Почему такие слова называют вежливыми? Қандай жақсы, жағымды сөздер туралы айтылған? Неге ондай сөздерді жақсы, әдепті сөздер деп айтады? Добрые слова. Добрые слова не лень повторять нам трижды в день. Только выйди за ворота всем идущим на работу. Кузнецу, врачу, ткачу с добрым утром мы кричим. Добрый день, кричит нам вслед всем идущим на обед. Добрый вечер, так встречаем всех домой, спешащих к чаю. Бұл өлеңнен не түсіндік, балалар? Добрые слова деген сыпайы сөздерге, сыпайы сөздерді күнде айтуға жалықпаймыз дейді. Не лень повторять нам трижды в день, күнделікті 3 рет қайталауға дайынбыз дейді. Таңертең ауламыздан шығып, ұстаға, дәрігерге біздер қайырлы таң деп айқайлаймыз дейді. Түскі асқа бара жатырғандарға қайырлы күн деп айтамыз. Ал кешкісін үйлеріне қайтып бара жатырғандарға шайға асығып, оларға қайырлы кеш дейміз. Доброе утро, қайырлы таң. Добрый день, қайырлы күн. Добрый вечер, қайырлы кеш. Объясни, зачем нужны вежливые слова? Әдепті сөздер не үшін қажет? Можно ли без них обойтись? Оларсыз болады ма екен? Өлеңде кездеспеген тағы қандай әдептілік сөздері бар, есімізге түсірейік. Пожалуйста, извините, спасибо. Осындай сөздерді сіздер қаншалықты жиі қолданасыз? Вежливости все двери открываются. Осы мақалға ұқсас мына жерде подсказка бар екен. Вежливость открывать без ворота ключ. Второе упражнение, екінші тапсырма, жұптық жұмыс. Выберите слова, необходимые для того, чтобы поздороваться и попрощаться с мамой, дедушкой, учителем, другом. Анамызбен, атамызбен, ұстазбен және досымызбен қалай амандасып, қалай қоштасамыз? Таңдау керек сол сөздерді. Здравствуй, здравствуйте, доброе утро. Здравствуй деп досымызбен амандасуға болады. Здравствуйте деп біз апайлармен, ұстаздармен амандасамыз. Анамызбен, атамызбен доброе утро, добрый день, добрый вечер деп амандасуымызға болады. До свидания деп ұстаздармен қоштасамыз. До встречи деп досымызбен немесе анамызбен деп болады. Доброй ночи деп атамызға айтсақ, пока деп досымызға айтамыз. 9 страница, 3 упражнение. 9 беттегі 3 тапсырма. Топтық жұмыс, работа в группах. Подберите нужные варианты вежливых слов приветствия и прощания в каждой картинке. Поделитесь своей работой с другими группами. Мына жерде А мен Б варианты берілген. Осы суретке қарап қасындағы қайсы вариант келетінін табу керек. До свидания.
Сау болыңыз. Спасибо. Рахмет. Привет. Сәлем. Извините. Кешіріңіз. Благодарю. Алғыс білдіремін. Спокойной ночи. Қайырлы түн. Енді төртінші тапсырмаға назар аударайық. Обратите внимание на 4-е упражнение. Прочитай. Оқы. Вставь слова благодарности в диалог, ребят. Марат, спасибо за интересную книгу. Да, она мне тоже нравится. Благодарю тебя, Айгуль, за помощь. Давай вместе заниматься, Дина. 9-я страница, 5-е упражнение. 9-ші беттегі 5-ші тапсырма. Опиши ситуацию, которая изображена на картинке. Суретке қарап әңгімелейік. Не көріп тұрсыздар? Какие вежливые слова могут использовать в диалоге мальчик и бабушка? Әже мен бала сөйлесу барысында қандай әдептілік сөздерін қолдануы мүмкін? Бала айтуы мүмкін да, садитесь, бабушка, әже отырыңыз деп. Әжесі спасибо деп отыруы мүмкін. Немесе благодарю деуі мүмкін. 6-е упражнение. Дәптермен жұмыс. Запиши главные слова урока в тетрадь. Төмендегі берілген сөздерді дәптерге көшіріп жазыңыз. Менімен бірге қайталаңыз. Благодарю. Извини. До встречи. Пожалуйста. Спасибо.